8 қыркүйек ел президенті Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында елімізде жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі құрылатынын айтты. Негізгі басымдықты цифровизацияға берген мемлекет басшысының бастамасын келестіктерде қолдауда. Ел президентінің жаңа жолдауы халық ішінде қолдау табуда. Өйткені мұндағы басты идея цифрландыруды кең көлемде дамыту. Жасанды интеллектіні жаппай енгізу дамыған елдермен керегеміз тең болуының негізгі факторларының бірі екені сөзсіз. Мәселен, Жүзімдік ауылдық округі Уәлиханов жалпы орта мектебінің мұғалімі Нұрғиса Киікбаев күнделікті сабақ барысында ақылды жүйемен жұмыс жасау оң өзгеріс әкеледі дейді. Президенттің жолдауын көрдім, қолдаймыз. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының жолдауында елімізге пайдалы, соның ішінде айта кететін болсам, жасанды интеллект бойынша айтылған. Мен өзім сабақты графопроектормен өтем, соның ішінде жағы жасанды интеллект, қазір чат GPT дейміз, тағы басқа дейміз, керекті затты тақырыптардың барлығын бізге дайындап береді. Біз соны саралап алып, оқушыларға соны жоғары деңгейде өтіп, алдағы уақытта дамыған елдердің қатарына қосылу үшін болашақта оқушылардың миына сіңіріп, алдағы уақытта еліміздің дамуына үлкен үлесін қосатынына сенемін. Қазіргі жасанды интеллект бойынша. Президент қағазбастылықты қойып, әр саланы цифрландыруды және жасанды интеллектіні кеңінен енгізуді міндеттеді. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Кемелұлы елімізде суперкомпьютердің іске қосылуын аса маңызды жетістік екенін атап өтті. Айгерім Айтбаева, Нұрболат Еркін, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.